Айда тікелей эфирде Ақтөреге деген сезімі жайлы көрермендердің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берді. Қырғызстандық ару қызымыз Айда Инстаграм арқылы қолдаушы апалар мен көрермендерге күтпеген мәлімдеме жасады. Көрермендер Айдаға Ақтөре жайлы жарыса жазды. Еске салайық, Қосылайық жобасының экс-қатысушысы Ақтөрені сырғалым атанған Әсем тастап кеткен болатын. Көрермендер Айдаға Ақтөреге деген сезімің бар ма? деп жарыса жазды. Естеріңізге сала кетейік, Ақтөре мен Айда жоба сыртында танысып жүрген болатын. Тіпті Диана ханымға Ақтөренің жоба сыртындағы қырғызстандық Айда есімді қызы жайлы ақпарат келген болатын. Көрермендер осы жайт жайлы Айдаға Ақтөре таңдауым болған ғой деп жарыса жазды. Айда қызымыз ешкім естімеген ашы ақиқатты жайып салды. Хайптағы керек болчу, по факту айтайын, хайптағы қылғым келген. Айда, егерде ол менің таңдауым болғанда, мен оған үміткер болып барушы едім. Бірақ мен қатысушы болып барғам. Мені үміткер қып шақырған. Үміткер болып кел деп шақырған. Бірақ мен үміткер болып емес, қатысушы болып барғым келген. Себебі маған хайп керек болған, по факту айтайын. Хайпты қылғым келген. Бәлкім егер өзімнің адамымды тапсам қосылам дегем. Егерде менің таңдауым болғанда Ақтөремен кездесуге шығып, оны таңдаушы едім. Кездесуге де шықпай қойғам. Ұйықтап қалдым деп қойғам. Негізі ұйықтаған емеспін. Жолығушыға да шықпай қойғам, егерде есіңіздерде болса. Ұйықтап қалдым деп қойғам, бірақ негізі ұйықтаған емеспін. Түніменен Нұрдәулетмен телефонмен сөйлесіп шыққам. Себебі түнімен Нұрдәулетпен телефонмен сөйлесіп шыққам. Мен эфирге алғаш рет кіріп келгенде Нұрдәулет маған ұнаған. Нұрдәулеттің көздерін ұнатқамын. Нұрдәулетпен сыртта сөйлесіп жүргем. Сема кіріп келгенде еле Нұрдәулет жаққан, Нұрдәулеттің көздері жаққан. Нұрдәулетмен сыртта сөйлесіп жүргем, ақыры Нұрдәулетпен эфир ішінде сөйлесіп бастадық. Парень девушка болдық. Аллаға шүкір, мен оны сүйдім, жақсы көрдім. Менің таңдауым ол Нұрдәулет болды. Деп Айда қызымыз ағынан жарылды. Айда сонымен қатар Шерхан мен Регина жайлы айтып бастады. Хамақұлдың не қатысы бар? Айданың ашышындығы әлі де бітер емес, құрметті көрермен. Ақтөре көлігімен түн ішінде Айданың үйіне неге барған? Таубілдіктердің не қатысы бар? Осы жайлы да Айда қызымыз жайып салды. Келесі шығарылымда осы туралы айтатын боламыз. Таңдауым арнасына подписация басың.